Абзал Нұрғалиұлы Шынасыл Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99 бабы 2 бөлігінің 5, 9, 14 тармақтармен 24 бабының 3 бөлігі, 99 бабы 2 бөлігінің 1, 7, 9 тармақтармен 293 бабының 3 бөлігімен кінәлі деп танылып, оған қылмыстық кодекстің 99 бабы 2 бөлігінің 5, 9, 14 тармақтармен 20 жылға бас бостандығынан айыру жазасы, қылмыстық кодекстің 24 бабының 3 бөлігі, 99 бабы 2 бөлігінің 1, 7, 9 тармақтармен 15 жылға бас бостандығынан айыру жазасы, қылмыстық кодекстің 293 бабының 3 бөлігімен 7 жылға бас бостандығын айыру жазасы тағайындалсын. Қылмыстық кодекстің 58 бабының 4 бөлігіне сәйкес жазаларды ішінара қосу жолымен Абзал Нұрғалиұлы Шынасылға түпкілікті 23 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу белгіленсін. Шынасылға жазасын өтеу мерзімі үкім заңды күшіне енген күннен бастап есептелсін. Күзетпен ұстау бұлтартпау шарасы үкім заңды күшіне енгенге дейін өзгеріссіз қалдырылсын. Қылмыстық кодекстің 62 бабы 3 бөлігінің 2 тармағына сәйкес Шынасылдың 2024 жылғы 4 қазанынан бастап үкім заңды күшіне енгенге дейінгі күзетпен ұстауда болған уақытының бір күні орташа қауіпсіз мекемелерінде бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеудің бір жарым күні есебімен жаза мерзіміне есепке жатқызылсын. Равиль Магомедович Сакиев қылмыстық кодекстің 24 бабының 3 бөлігі, 99 бабы 2 бөлігінің 7, 9 тармақтармен 293 бабының 3 бөлігімен кінәлі деп танылып, оған қылмыстық кодекстің 24 бабының 3 бөлігі, 99 бабы 2 бөлігінің 7, 9 тармақтармен 15 жылға бас бостандығынан айыру жазасы, қылмыстық кодекстің 293 бабының 3 бөлігімен 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Қылмыстық кодекстің 58 бабының 4 бөлігіне сәйкес жазаларды ішінара қосу жолымен Равиль Магомедович Сакиевке түпкілікті 20 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу белгіленсін. Сакиевке жазасын өтеу мерзімі үкім заңды күшіне енген күннен бастап есептелсін. Күзетпен ұстау бұлтартпау шарасы үкім заңды күшіне енгенге дейін өзгеріссіз қалдырылсын. Қылмыстық кодекстің 62 бабы 3 бөлігінің 2 тармағына сәйкес Сакиевтің 2024 жылғы 4 қазанынан бастап үкім заңды күшіне енгенге дейінгі күзетпен ұстауда болған уақытының бір күні орташа қауіпсіз мекемелерінде бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеудің бір жарым күні есебімен жаза мерзіміне есепке жатқызылсын. Азамат Маратбекұлы Тоқтаубаев Қылмыстық кодекстің 293 бабының 3 бөлігімен 188 бабының 1 бөлігімен кінәлі деп танылып, оған қылмыстық кодекстің 293 бабының 3 бөлігімен 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасы, қылмыстық кодекстің 188 бабының 1 бөлігімен 3 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Қылмыстық кодекстің 58 бабының 3-6 бөліктеріне сәйкес қылмыстық құқық бұзушылықтардың жиынтығы бойынша Алматы облысы Талғар аудандық сотының 2024 жылғы 17 қазандағы үкімімен Тоқтаубаевқа қылмыстық кодекстің 106 бабы 2 бөлігінің 7 тармағымен тағайындалған 7 жыл 6 айға бас бостандығынан айыру жазасының өтелмеген мерзімін ішінара қосу жолымен Азамат Маратбекұлы Тоқтаубаевқа түпкілікті 15 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу белгіленсін. Тоқтаубаевқа жазасын өтеу мерзімі үкім заңды күшіне енген күннен бастап есептелсін. Күзетпен ұстау бұлтартпау шарасы үкім заңды күшіне енгенге дейін өзгеріссіз қалдырылсын. Қылмыстық кодексінің 62 бабы 3 бөлігінің 2 тармағына сәйкес Тоқтаубаевтың 2024 жылғы 4 қазанынан бастап үкім заңды күшіне енгенге дейінгі күзетпен ұстауда болған уақытының бір күні орташа қауіпсіз мекемелерде бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеудің бір жарым күні есебімен жаза мерзіміне есепке жатқызылсын. Шыңғыс Айдосұлы Белгожаев қылмыстық кодекстің 293 бабының 3 бөлігімен кінәлі деп танылып, оған осы баппен 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу белгіленсін. Белгожаевқа жазасын өтеу мерзімі үкім заңды күшіне енген күннен бастап есептелсін. Күзетпен ұстау бұлтартпау шарасы үкім заңды күшіне енгенге дейін өзгеріссіз қалдырылсын.
Қылмыстық кодекстің 62 бабы 3 бөлігінің 2 тармағына сәйкес Белгожаевтың 2024 жылғы 4 қазанынан бастап үкім заңды күшіне енгенге дейінгі күзетпен ұстауда болған уақытының бір күні орташа қауіпсіз мекемелерінде бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеудің 1,5 күні есебімен жаза мерзіміне есепке жатқызылсын. Дархан Баялханұлы Аскентай қылмыстық кодекстің 293 бабының 3 бөлігімен кінәлі деп танылып, оған осы баппен 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу белгіленсін. Аскентайға жазасын өтеу мерзімі үкім заңды күшіне енген күннен бастап есептелсін. Күзетпен ұстау бұлтартпау шарасы үкім заңды күшіне енгенге дейін өзгеріссіз қалдырылсын. Қылмыстық кодекстің 62 бабы 3 бөлігінің 2 тармағына сәйкес Аскентайдың 2024 жылы 4 қазанынан бастап үкім заңды күшіне енгенге дейінгі күзетпен ұстауда болған уақытын бір күні орташа қауіпсіз мекемелерінде бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеудің 1,5 күні есебімен жаза мерзіміне есепке жатқызылсын. Нұрқияс Төлетбекұлы Ильясов қылмыстық кодекстің 293 бабының 3 бөлігімен кінәлі деп танылып, оған осы баппен 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Қылмыстық кодекстің 60 бабының 1 бөлігіне 61 бабына сәйкес үкімдердің жиынтығы бойынша Алматы облысы Талғар аудандық сотының 2024 жылғы 4 сәуірдегі үкімімен Ильясовқа қылмыстық кодекстің 107 бабы 2 бөлігінің 5 тармағымен 293 бабы 2 бөлігінің 1-3 тармақтармен тағайындалған 2 жыл 6 айға бас бостандығынан шектеу жазасының өтелмеген мерзімін ішінара қосу жолымен Нұрқияс Төлетбекұлы Ильясовқа түпкілікті 9 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу белгіленсін. Ильясовқа жазасын өтеу мерзімі үкім заңды күшіне енген күннен бастап есептелсін. Күзетпен ұстау бұлтартпау шарасы үкім заңды күшіне енгенге дейін өзгеріссіз қалдырылсын. Қылмыстық кодекстің 62 бабы 3 бөлігінің 2 тармағына сәйкес Ильясовтың 2024 жылғы 4 қазанынан бастап үкім заңды күшіне енгенге дейінгі күзетпен ұстауда болған уақытының бір күні орташа қауіпсіз мекемелерінде бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеудің 1,5 күні есебімен жаза мерзіміне есепке жатқызылсын. Нұрбол Маратбекұлы Тоқтаубаев қылмыстық кодекстің 293 бабының 3 бөлігімен кінәлі деп танылып, оған осы баппен 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу белгіленсін. Тоқтаубаевқа жазасын өтеу мерзімі үкім заңды күшіне енген күннен бастап есептелсін. Күзетпен ұстау бұлтартпау шарасы үкім заңды күшіне енгенге дейін өзгеріссіз қалдырылсын. Қылмыстық кодекстің 62 бабы 3 бөлігінің 2 тармағына сәйкес Тоқтаубаевтың 2024 жылғы 4 қазанынан бастап үкім заңды күшіне енгенге дейінгі күзетпен ұстауда болған уақытын бір күні орташа қауіпсіз мекемелерінде бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеудің 1,5 күні есебімен жаза мерзіміне есепке жатқызылсын. Дидар Еркінұлы Қалиахмет қылмыстық кодекстің 293 бабының 3 бөлігімен кінәлі деп танылып, оған осы баппен 7 жылға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу белгіленсін. Қалиахметке жазасын өтеу мерзімі үкім заңды күшіне енген күннен бастап есептелсін. Күзетпен ұстау бұлтартпау шарасы үкім заңды күшіне енгенге дейін өзгеріссіз қалдырылсын. Қылмыстық кодекстің 62 бабы 3 бөлігінің 2 тармағына сәйкес Қалиахметтің 2024 жылғы 17 қазанынан бастап үкім заңды күшіне енгенге дейінгі күзетпен ұстауда болған уақытын бір күні орташа қауіпсіз мекемелерінде бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеудің 1,5 күні есебімен жаза мерзіміне есепке жатқызылсын. Думан Қайдарұлы Ысқақ қылмыстық кодекстің 434 бабымен кінәлі деп танылып, оған осы баппен 1 жыл 6 айға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалсын. Жазасын кәмелетке толмағандарды ұстауға арналған қылмыстық атқару жүйесінің қауіпсіздігі барынша төмен мекемелерінде өтеу белгіленсін. Ысқаққа жазасын өтеу мерзімі үкім заңды күшіне енген күннен бастап есептелсін. Күзетпен ұстау бұлтартпау шарасы үкім заңды күшіне енгенге дейін өзгеріссіз қалдырылсын.
Қылмыстық кодекстің 62 бабы 3 бөлігінің 3 тармағына сәйкес Ысқақтың 2024 жылғы 13 қазанынан бастап үкім заңды күшіне енгенге дейінгі күзетпен ұстауда болған уақытын бір күні қауіпсіздігі барынша төмен мекемелерінде бас бостандығынан айыру түріндегі жазаны өтеудің 2 күні есебімен жаза мерзіміне есепке жатқызылсын.